Армысыздар, құрметті Қазақмет клиникасының көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Бүгінгі тақырыбымыз жүрек қан тамыр жүйесі ауруларын қарапайым емдеу тәсілдері. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер рационыңызға осы келесі тағам түрлерін қосатын болсаңыз, аурудың алдын алуға болады. Ол қандай өнімдер? Гранат, анар. Бұл жүрек қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы. Оның сығылған шырынын ішкеннен гөрі балғын жемістің өзін қолданған әлде қайда пайдалырақ. Анар липидтік профильді реттеп, холестериннің мөлшерін қалыпқа келтіреді, қанды сұйылтады. Келесі өнім құрма. Құрмада көп мөлшерде полифенолдар бар. Полифенол қандағы холестерин деңгейін реттейді. Оған қоса құрма қанық сары түске ие, яғни құрамында бета-каротин бар және құрмада магний көп мөлшерде. Барлық адамдар үшін магний қабылдау қажет. Қысқаша магний жүрек үшін нөмірі бірінші минерал. Әрі қарай бізде қарбыз. Қарбызда ерекше амин қышқыл L-цитурилин бар. Дәл осы амин қышқыл ағзамызға азот қышқылын өндіруге көмек көрсетеді. Азот қышқылы өз кезегінде тамырды кеңейтіп, қан қысымын азайтады. Келесі өнім балық. Жалпы балық ақуыздың көзі екені барлығымызға белгілі. Әсіресе ақсерке өте пайдалы. Себебі бұл балықта омега-3 өте көп. Бірнеше мәрте омега-3-тің жүрек пен тамырларға оң әсері дәлелденген болатын. Бесінші өнім апельсин шырыны. Ғалымдардың зерттеуінше күніне 2 стакан апельсин шырынын ішетін жандарда артериялық гипертензия даму қаупі бірнеше есе төмен. Сонымен қатар холестериннің мөлшерін азайтады. 6-шы кезекте алма. Алмада көп көлемде жасынық бар. Оған қоса пектин де өте көп. Пектин холестерин деңгейін реттейді. Сондықтан да біз дәрігерлер жүрек қан тамыр жүйесі ауруларынан зардап шегетін адамдарға күніне алма жеп тұруға кеңес береміз. Келесі өнім ол бізде қызанақ. Қызанақ жүрек үшін өте қажетті, магний көп мөлшерде болады. Тамырларға өте пайдалы антиоксидант ликопен де қызанақта көп көлемде. Қызанақты кез келген түрде қабылдай беруге болады. Шикі болсын, пісірілген болсын. Келесі өнім сарымсақ. Сарымсақты көп мөлшерде жей берсеңіз, ауздан шығатын жағымсыз иістен бөлек асқазаныңызда ауыру ықтимал. Сондықтан да пісірілген түрінде қабылдаңыз. Ол инфекциядан қана жақсы қорғап қоймай, жүрек қан тамыр жүйесі үшін де пайдалы. Құрамындағы оксид азоты артерия үшін өте пайдалы. Қан қысымын төмендетіп, тромб түзілуін төмендетеді. Европа мемлекеттерінің қайсы жүрек қан тамыр жүйесі аурулармен сирек ауыратынын білесіз бе? Бұл Греция. Ғалымдар не себепті екеніне үңіліп қарау барысында бұл құпияның жауабы грек халқының күнделікті рационында екені анықталды. Гректер күніне көп мөлшерде грек жаңғағы мен зәйтүн майын қолданады. Бұл екі өнім жүрек пен тамырлар үшін өте пайдалы екені белгілі. Оларды бірге көкшеппен араластырып салат түрінде қолданса да, бөлек қабылдаса да болады. Бүгінгі пайдалы айдарымыздың соңғы санында сұлы жармасы. Көп жандар таңғы асқа осы тағам түрін қабылдайды. Бұл әрине дұрыс, себебі онда холестериндік профильді реттейтін жасынық бар. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі тақырып қандай болмақ, ол сіздің пікіріңізге байланысты. Көріскенше сау болыңыздар.